Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Әсем. Бүгін отбасымызбен қаланың сыртына шығып, қарақат тердік. Қарақат өте пайдалы денсаулығымызға. Осы қарақаттан қыс мезгіліне пайдалану үшін тосаптар жасаймыз. Осы тосаптармен сізге бөлісемін. Қарақаттарымызды жақсылап жуып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қарақаттарымызды ет тартқыштың ең кішкентай тісінен өткіземіз. Және блендермен де өткізіп езіп алуға болады. Барлық қарақаттарымызды ет тартқыштан өткізіп болғаннан кейін үстіне қантымыз саламыз. Қантымызды салып, жақсылап араластырамыз және қантымыз еру үшін бір сағатқа қойып қоямыз. Осы кезде қантымыз толықтай ериді. Қанты ергенше осылай бірнеше рет араластырып аламыз. Бұл тосапты әртүрлі қыс мезгілінде смузиларға қолдануға болады, немесе нанның ортасына салып пирогтарға да қолдануымызға болады. Қант ергенде өте дәмді, иісі хош иісті және өте дәмді мөлдір варенье болып шығады. Енді оның барлығын ыдыстарымызға құйып, бетін жауып, тоңазытқышқа қатырып тастаймыз. Осындай қарақат тосабын жасаңыздар, денсаулықтарыңызға өте пайдалы. Менің каналыма жазылып, комментария қалдырып кетіңіздер және достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше күн жақсы.